Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Сіздермен Каусар. Арнама алғаш рет келген болсаңыз, қош келдіңіз. Бүгінгі видеода сіздермен нәрестенің алғашқы киім күтімі туралы тақырып қозғаймын. Өздеріңіз білетіндей, алдыңғы видеода нәрестенің алғашқы заттарына, киімдеріне распаковка жасаған болатынмын. Енді сол киімдерді бүгін сіздермен бірге жуып, үтіктеп дайындайтын боламыз. Егер алғаш рет ана атанғалы отырсаңыз, сізге осы видео пайдалы болады деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарап, құрбыларыңызбен бөлісіп қойыңыз. Ең алдымен мен нәрестенің жаңа киімдерінен бастадым, яғни плед, жаялық, тройка, бас киім, тағы басқа кішкентай киімдеріндегі этикеткалары мен наклейкаларын алып тастадым. Болашақ аналардың көбінесе қоятын сұрақтарының бірі баланың киімдерін алдымен кір жуғыш машинамен жуған дұрыс па деп жатады. Жалпы кір жуғыш машинамен жумаңыз деп айтпас едім, негізі алдымен кір жуғыш машинаға 30 градуспен жуып алған дұрыс. Бірақ машина ескі, іші иістеніп, немесе біраз жылдан бері қолданыста болған машина болса, онда нәрестенің алғашқы киімдерін қолмен жууға кеңес берер едім. Осы орайда мен де түрлі тері арқылы келетін аллергияның алдын алу мақсатында бөпемнің алғаш рет киетін киімдерін қолмен жуғалы жатырмын. Бірінші баламда да солай жасаған болатынмын, және бірінші баламда 40 күннен шықпай тұрып киімдерін машинамен мүлдем жумағанмын. Бірақ бұл жолы қызымда олай жасамаймын деп шештім. Яғни тек алғашқы киімдерін қолмен жуып, артынша ол киімдер киілгеннен кейін машинамен жуа беремін. Себебі нәресте терісі қоршаған ортаға үйрену үшін барлық заттарды стерилдеп отырудың қажеті жоқ екенін түсіндім. Көріп тұрғандарыңыздай үлкен ванночкаға шамамен 7-8 литр жылы су құйып, 10 мл Йокосан гипоаллергенді киім жуғыш сұйық гелін құйдым және баланың ақ киімдерінен бастап жудым. Бұл жерде баланың алғаш рет перзентханада киетін киімдері, шұлық, қолғап, шапкалары, слип комбинезоны бар және анаға да арналған заттар бар. Таза ақ киімдерді жуып болдым. Судың түсі өзгергенін сіздер де байқаған боларсыздар. Әрине, дүкендерде витринада тұрғандықтан киімге міндетті түрде шаң түседі. Сондықтан нәрестенің барлық жаңа киімдері жуылуы керек. Осы суға баланың барлық киімдерін бір жуып шығамын. Киімдерді 3-ке бөлдім. Алдымен ақ киімдерді жудым, енді ашық қызғылт киімдерді жуам. Бір рет жуғаннан кейінгі судың түсі осылай өзгерді. Енді жылы сумен 3 рет шайып, кір жуғыш машинада Отжим плюс слив деген режиммен киімдерді сығып, бөлме температурасында кептіруге жайып қоямын. Киімдерді бір күн бөлме температурасында кептірдім, енді жинап үтіктеуге дайындаймыз. Үтікті қатты қыздырмай, орташа температурамен үтіктедім. Нәрестенің жаңа киімдерін үтіктеп жинап дайындап қойдым. Енді тұңғыш баламның кішкентай кезінде киген киімдерін дайындаймын. Білесіздер, нәресте киімі ешқашан артық болмайды. Себебі бала алғашқы күндері киімдерін көп бүлдіріп қойып жатады. Бұл киімдерде сары дақтар болғандықтан оны дақ кетіретін құралдармен кетіретін боламын. 5 литр қатты ыстық суға 10 мл гипоаллергенді гель құйып, жақсылап араластырдым. Үстіне 2 қасық балаларға арналған дақ кетіргіш ұнтақ қостым және жартылай қатты кір сабын салып, жақсылап көпіргенше араластырдым. Енді киімдерді, жайлықтарды сала берсек болады. Дәл осылай киімдер бір күн, бір түн тұрды. Кейін барлығын кір жуғыш машинада 1 сағатқа 60 градус температурада гипоаллергенді гельмен жудым.
Киімдерді кептіріп, үтіктеп, жинап қойдым. Бұйырса бұл киімдерді перзентханадан шыққаннан кейін үйге келгенде кигізетін боламын. Бүгінгі видео соңына да жетіппіз. Сіздерге, әсіресе тұңғыш ана атанғалы жатқан келіншектерге пайдалы болды деген үміттемін. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін алғысым шексіз. Егер арнамда алғаш рет болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Және алдағы видеоларымнан құр қалмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ал мен сіздермен әзірге қоштасамын. Келесі видеоға дейін жүздескенше.